Қайырлы күн достар, сіздермен бірге химия онлайн арнасы мұғалімдерді аттестациялау бойынша тестілеуге дайындықты жалғастырайық. Келесі 8 сұраққа мән беріңіздер. Ең алғашқы сұрақ гомогенді реакция жылдамдығы есептеу формуласы. Бұл гомогенді реакцияда бізде міндетті түрде положительный болу керек болып тұр. Сондықтан да ең алғашқы варианттар сай келмейді. Бізге ең дұрыс жауабы Д болып тұр. Өздеріңіз мән бергенде көбінде плюс-минус болып тұр. Осылайынан осы форманы жаттап алғандарыңыз жөн болады. Бұл гомогенді реакцияның жылдамдығын есептеуге арналған формула. Келесі сұраққа мән беріңіздер. Қышқыл және сілті ерітінділерін индикатордың түс өзгерісі арқылы анықтайды. Индикатор сөзінің қазақша мағынасы қандай? Ұлғайтқыш, көрсеткіш, өлшеуіш, ажыратқыш және жарықтандырушы дейді. Сіздер білесіздер, индикатор жалпы практика бойынша қолданып жүрсіздер, ол бізде көрсеткіш деген мағынаны білдіреді. Көбінесе кез келген жаңағы реакцияларды анықтау үшін индикаторды салып көресіздер. Осы жерде өзі көрініп тұр, ол көрсеткіш деген мағынаны білдіріп тұрғандығы. Бұл сұрақ қатты қиын деп ойламаймын сіздер үшін. Келесі. Массасы 142 көбейтілген 10-24 дәрежеде болатын элементтің 85 және 87 нуклеидтерінің ауыр изотопының жеңіліне қатынасы дейді. Жалпы нуклеид дегеніміз ол ядро құрамындағы протон мен нейтронның белгілі бір санына ие атом болып келеді. Осы біз сіздерге алдарыңызға берілген 85 және 87 нуклейді бұл бізге рубидийға тең болып тұр. Рубидийдің табиғатта 85 және 87 формасы көп кездеседі. Ал сіздерге мынандай масса берілген, осы массада болатын изотоптың, екеуі изотоп қой, 85 және 87 бірін-біріне ауыр жеңілге қатынасы бізде 1:3 тең болады. Бұл изотоптардың жаңағы атом мен нейтронның негізгі саны, массасы атом мен нейтронның несі ғой, суммасына сай болады ғой. Сондықтан да осы рубидийдің ауыр жеңіл қатынасы 1:3 тең болады екен. Келесі сұрақ. Құрамында темірдің мөлшері көп болатын кен берілген пирит, сидерит, гематит, магнетит, қызыл теміртас. Және темірдің мөлшері бізде ол магнетит болады. Жай ғана бұларды сіздерге жаттап алғандарыңыз үшін. Бұл 8-ші сыныптың ең алғашқы тақырыптарының бірі. Келесі аргон атомының соңғы электроны орналасқан энергетикалық деңгейше. Аргон атомы сіздерде 18-ші болып тұрады. 18-ші болып тұрады. Бұның энергетикалық деңгейлері 3s2 мен 3p6 мен тоқтайды екен. Алдында өзіңіз білесіздер, енді 1s2, 2s2 дегендер. Ең соңғысы 3s2, 3p6 мен тоқтайды. Сондықтан да бізде жауабы мынау 3p дегенге сай болып тұр. Ол бізде Б жауабы. Түсінікте, бұл оңай. Себебі өзіңіз білесіздер, энергетикалық деңгейшелерді мына 18 деген өзінің Менделеев таблицада тұрған орнына байланысты есептеп алынады екен. Келесі сұраққа мән берейік. 20 грамм мырыш сумен реакцияға түскенде түзілетін сутегі көлемі. Енді бұл жерде біз реакция жазуымыз керек болады. Мырышқа қосылған су. Сіздерде міндетті түрде температураның арқасында
оксид цинка, мырыш оксиді бөлінеді және сутегі бөлінеді. Осы сутектің бізге көлемін анықтауымыз керек. Мына жерде сіздерде 1 моль берілген, мына цинктің қанша мөлшер екенін есептеуіміз керек. Ол үшін біз 20 граммды бөлеміз цинктің малярлық массасына 65-ке. Тең болады 0,3 моль. Осыны біз енді көбейтуіміз керек болады. Қалыпты жағдайда не себепті? Себебі мырыш бізде недостатықта болып тұр. Сондықтан да сутекте емес, біз мырышты аламыз. 0,3 мольді көбейтесіздер қалыпты жағдайдағы көлемге. 0,3-ті көбейтесіздер 22-де 4-ке. Сонда сіздерде жауапта 6-да 89 шығу керек көлемі. Түсінікті? Демек бізде жауап С. Кеттік, келесі сұрақ. 15 моль судағы молекулалардың саны. Сіздерге суретке шығарып қоямын. Жалпы 15 моль судағы молекуланың саны есептеу үшін авогадро саны бізге керек болады. Санын есептеу үшін авогадро санына жаңағы судың мөлшерін көбейтесіздер. Демек 6,02 23 дәрежені 15 мольға көбейтсеңіздер болады 93 23 дәрежеде. Демек сіздерде жауабы Д-ға тең келіп тұр. Мына суретте сіздерге барлық жолдарын көрсеттім. Қалай есептеу керектігін. Өте оңай, 1 минутта есептелінетін есептер. Сондықтан да көп уақыттарыңызды алмайды деген ойдамын. Келесі соңғы сұраққа мән беріңіздер. Графиктегі химиялық реакция типі. Сіздерге берілген график. Бұл жерде нақтылап анықтап кетсек, мына бастапқы ағымы бар және оның продуктасы бар. Ол былайынан көтеріліп, қайттан түседі. Түскен кезде ол мына бастапқы продуктыға жетпейді. Сонда реакция жоғары қарай жылжып тұр. Реакция барысы. Демек, бұл экзотермиялық реакция болады. Ал егерде ол былайынан көтеріліп, қайттан төмен түсетін болса, онда бұл эндотермиялық реакцияға тән болатын еді. Ал сіздерде берілген бойынша ол былайынан жоғары шығып тұр. Жоғары қарай шығып тұр. Сондықтан да бұл экзотермиялық реакция болады. Ол не қайтымды, не қайтымсыз, немесе жаңағы алмасу реакциясына ол сай келіп тұрған жоқ. Демек, бізде жауап экзотермиялық. Мұны Д жауабына сай келіп тұр. Түсінікті? Осындай реакцияларды жалпы типін анықтау үшін берілген графиктерді өздеріңіз бір ақтарып, қайтымды реакцияның графигі қалай болады, алмасу реакцияның графигі қалай болады, осын барлығын бір тексеріп шықсаңызды өздеріңізге намного ыңғайлы болады деген ойдамын. Бұл сұрақтардың барлығы қатты қиын емес, оңай, кез келген педагогтың есептеп шығара алатын жалпы есептері деп ойлаймын. Біршама болсын аттестацияға көмектестім деген үміттемін. Келесі тағы да қиынырақ, келесі 10 сұрақты талдайтын боламыз. Алдыңғы 10 сұрағымыз жеңіл болған, бұл шамалы қиынырақ тесттері, жаңағы задачалары көп болды. Келесі 10 сұрақ одан да қиынырақ болады, солар талдау өтеміз. Міндетті түрде подписация батырмасын басып, келесі видеоларды асыға күтіңіздер. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы Назерке Әлбекқызы. Қош, сау болыңыздар.